Ассаламу алейкум, азиз теле тамашагөйлер. Ассаламу алейкум, шембе ақшамында бізді тамаша етіп отырған қадірлі ықыласпенділер. Қызы бар шаңарақ гүлзарға мексер. Гүлзарда гүллер де қызларға мексер. Еллердің саны ғой қыз перзентлерің, қызларсыз өмірлер мұзларға мексер. Қызларын сыйлаған қарақалпақпан. Төрлері орны бар әуелі хақтан, жүзіне пәренже салып көрмеген, сонда һәм намысын қолдан бермеген. Қиын күнде дәртлеріңнің дауасы, мейірім менен толған кеуіл ханасы, мұңға батсаң, даусынан белі дұр, қарындастың жан ашытқан хауазы. Қызы бар шаңарақ, пайызлы бір бақ. Қызларсыз өмірде жанар ма шырақ. Ол ана, ол жолдас, ол өмір гүлі, сондықтан да сыйлар мәрт қарақалпақ. Аңлаған болсаңыз керек, біздің бүгінгі темамыз өміріңіздің гүлі болған қызлар темасы. Қызлар темасы бүткіл дүнияда оғада қызықлы, мазмұнлы һәм мәңгілік тема. Қызы бар шаңарақ көркем, қызы бар атана бақытлы, қызы бар ел меймандос. Соның үшінде әр біріміз оларға құрмет көрсетіп, өзлеріміздің бақытымыздың текарын жаратамыз. Олар екі дүниямыздың періштелері. Дұрыс айттыңыз, хақиқатында да. Соның үшінде 11 октябрь дүнияда халықаралық қызлар күні. Бүгін студиямыз әр қашанғыдан өзгеше түс алған. Мархамат, студиямызда қызлар гүлдәстесі. Күтіп аламыз, мархамат, көрсетуіміз мейманлары. Ассаламу алейкум мейманлар, көрсетуімізге қош келіпсіз. Халқымыздың сүйіклі перзентлері Амет һәм Айымхан Шамуратовалар шаңарағында дүнияға келген 6 қыздың бірі Қарақалпақстан Республикасына минеті сіңген мәдениет қызметкері Айымгүл апа Шамуратова. Қарақалпақстанның шеткі ауылларының бірінде туылып, ақшта білім алып атырған Ел үрт үміді фондының стипендиясы иесі президентіміз назеріне түскен қызымыз Гүлхұмар Жақсылықованың анасы Сәулехан Дүйсенбаева һәм ұстазы Райса Өтеповалар. Сондай-ақ Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлықтың иесі Қарақалпақстан халық бақсысы профессор Гүлбахар Ахымбетова, шәкірті Ибраим Юсупов атындағы мемлекеттік стипендия иесі Мехрибан Тілеумұратова. Нөкіс қаласы президент мектебі оқушысы Жасмина Жұманиязова. Пайтақтымыздағы бірінші санлы қанегелестірілген мектеп-интернаты оқушысы Малика Хожамұратова. Еркін күрес бойынша Азия чемпионы Сахиб Жамал Еспосынова. Қаразөклі шабандос қыз Айсұлу Шалабаевалар. Сізге неташылық білдіреміз. Әзір бізде тәрланған бір қатар сюжетлер бар, тамашалап аламыз, соң және пікірлерді жалғастырамыз. Біз әзір Қарақалпақ халқының мақтаныш ететін қызларының бірі халықаралық олимпиада жеңімпазы Малика Хожамұратованың шаңырағына келатырмыз. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз. Рахмет. Хабар еткеніміздей, біз Қарақалпақстан телеканалынанбыз. Hoş geldiniz, hoş geldin. Малика, сені халқымызға таныстырмақшы болғанымыз, ұсындай Қарақалпақ қызының бүгінгідей жас бола тұра сондай бір жетіскерліктерге ерсуін үлгі етіп көрсетпекшіміз халқымызға.
Малика, біздің аңлауымызша, бұл біз көріп тұрған механикалық дөретпелер сіздің қолыңызбен дөретілген, солай ма? Біз бұны олимпиадаға істедік, робототехника олимпиадасына. Бұл механик қол физикадан өтіп, гидравлик пресс деген теманы өткенде, осы қолды істеген едік. Мына жерде су арқалы, осы қоллар қимылдайды. Демек, су арқалы харекетке кіріседі, е? Ава, сондай. Бұл гидравлик пресс деп аталады. Робототехника олимпиадасына Өзбекстан басқышына қатынасқан кезде осы роботты жараттық. Бұл роботты Bluetooth арқылы басқарсақ болады. Телефонға дәстүрді орнатып, сол дәстүрден пайдалансақ болады. Бұл қол қысылады, һәм жабылады. Осы проводлар арқылы сигнал барады, һәм осы баллонлары айланып, осы жерге батарея салса, бұл істейді. Бұны үйдің жәрдемшісі деп пайдаланса болады. Осы жерге барып, мәселен, бір затты алып келсе болады. Мәселен, стаканды алып келсе болады, ямаса пультты алып келсе болады. Сондай робот. Демек, өзіңізге кішкене жәрдемші жаратып алған екенсіз, да? Перзентлеріміз ақында айтатын болсақ, 2 қыз, 1 ұлы тәрбиелеп жатырмыз. Үлкен қызымыз Айнахан қазіргі уақытта дүнияның 100-лік рейтингінің 50-ші орында тұратығын Йонсе университетінде оқып жатырды. Өзі Нүкіс қаласындағы президент мектебін біткерді. Осы жылы алтын медалменен өзінің күшіменен Кореяға грантикарында оқуға кірді. Анасы да мұғалім, өзім мұғалім болған үшін шығар. Анық пәндерге көбірек қызығушылығы көбірек болды. Айнахан кішкентай уақытынан бастап суретлеуге қызықты, танысыға да барды. Информатика, математика, биология пәндеріне қызықты. Ажапасының қызығушылығына қарап, кейінгі кішкене қызымыздан Маликада ажапасына қызығып, оның сабақларды жақсы оқитын еді. Малика хақында айтатын болсақ, Маликаның қызығушылығы көбірек математика, информатикаға қызығып, сол пәндерге жақсы қызығатын еді. 5-6 классына дейін Нүкіс қаласындағы 37 мектепте оқыды. 7 классынан бастап қанегелестірілген мектепке сояққа оқуын көшірді. 8 классында информатикадан қыздар арасында Европа олимпиадасына Голландияға барып қайтты. 9 классында математикадан Косово мемлекетіне барып, сыйлы 3-ші орындап келді, бронза медалды. Информатикадан Германияға барып, ол жерде сыйлы 3-ші орындап келді. Енді қызларымыздың осы пәндері қызықтыруына мен ойлаймын, шаңырақтағы орны үлкен гіреулі. Себебі мектепке барып, ұзағымен 3 сағат, 4 сағат оқып келеді. Қалған уақытында үйде болады. Ата-аналар балаларын таярлыққа береді. Мен балам таярлыққа беріп қойыппын деп, жауапкершілікті сол таярлыққа беріп қояды. Ол қате деп ойлаймын. Себебі таярлыққа барып келгеннен кейін оны үйде қайтадан қадағалау керек дегенменен ол бала ойнағысы келеді. Соның үшін ата-аналар үйде қадағалап тұру керек. Енді информатикаға қызығуының себебі қазіргі информация технологиялардың рауажланған дәуірі, заманның талабы болғаннан кейін, және де анасы да өзім информатик себебі дастархан тарапында сөйлесіп отырғанда да көбінесе мұғалім шаңырақта не болады? Сол пәнлер хақында, кейінгі компьютерлердің жетіскерліктері хақында сөйлесеміз. Солардан менен перзентлеріміз IT тарауына, информатика тарауларына қызығып, информатиканың қазіргі дәуірдің зәрур кәсіплерінің бірі болып есептелінеді. Тіл үйрену курсларына барып жатырды. Енді шет елде оқимын десе, біздер қарсылық көрсетпейміз, себебі шаңырағымызда көпшілігі ажапаларым, ағаларым көпшілік шет елдерде оқыған. Соның үшін көп ата-аналар шет елдесе жібергісі келмейді, біздердің шаңырақта ондай шектеулер жоқ. Өзі таңласа, қалесе, біздер қолдап қуатлаймыз.
қыз баланы көбірек шаңыраққа тәрбиялайды. Шаңырақтағы жұмысларды кішкентайынан үйретіп барылады. Перзенттерімізді тек қана сол оқу менен шектеніп қалмастан үй жұмысларына да қатынастыруға әрекет қыламыз. Үй жұмысларында маған көмекші, себебі ертең ол келешектегі ана өзінің перзентлерін тәрбиялайды, өзінің перзентлеріне білім береді. Соның үшінде біздер үйде көбірек перзентлерімізге, қыз балаларға үй жұмысларында үйретіп баруға әрекет қыламыз. Халқымыздың милли тағамларын пісіруді үйретуге әрекет қылып жатырмын, себебі келешекте шетелдерде оқу ниетлері бар. Сол келешекте шетелде оқыған уақытта осы үйренгендерін сол жерде өзіне пайдаға асады және достарына халқымыздың милли тағамлары хақында айтып бере алады, пісіріп бере алатұғын болады. Соның үшін үйдегі үй жұмысларына да перзентлерімізді уақыт тауып араластыруға әрекет қыламыз. Мінекей ажайып бір сюжетті таярлап алдық. Мінекей Малика қызымыздың, Жасмина қызымыздың шаңырақларында болғанбыз, олардың ата-аналары менен саубетлескенбіз. Мінекей біздерге ең белсенді қызлар керек, эфирге алып шығуымыз керек деген уақытлары сіздер оқып атырған білім даргайлары, білімдендіру министрлігі мінекей сіздерді ұсынған. Қайсы минетлеріңіз үшін деп білесіз? Баршаға ассаламалейкум. Хаммеңізді қызлар күніменен тәбриклеймін. Рахмет. Мен 7-ші классымнан басылап, 1-ші саны Қанегелестірілген мектеп-интернатында оқимын. Бір жылдан кейін мен Европа қызлары информатика олимпиадасына сайланды топарына кірдім, ағза болдым. Біздер бұл олимпиадаға қатынасуымыздың 3-4 басқышлары болды. Баста әрбір уәлаяттан өткізді. Ақырғы басқышында біздер Ташкентке барып, Өзбекстанның ішінен ұлыма 4 қызды сайланды топар түзілді. Біздер Нидерландия мемлекетінде болып өткен Европа қызлар информатика олимпиадасына жолдама алдық. Бұл олимпиадаға қатынасып, топарымыз 3-ші орынды алды. Бұл маған жүді үлкен түрткі болды. Ендігі жылларда мен де әлбетте қатынасып, Өзбекстанға медаль алып келемен деген үміт болды. 9-ші классымда 2025 жылы апрель айында мен Европа қызлар математика олимпиадасына жолдама алдым. Бұл Приштина қаласында, Косово мемлекетінде болып өтті. Бұл олимпиадаға қатынасып, бұл олимпиадаға Өзбекстан 1-ші рет қатынасуы болды. Бірақ бұлған қарамастан мен бронза медаль менен Өзбекстанға қайттым. Жүда жақсы, әлбетте құтылқылаймыз. Рахмет. Хамде сол жылы июль айында Германия мемлекетінде болып өткен Бонн қаласында болған Европа қызлар информатика олимпиадасына 2-ші рет қатынасуым болды. Мен өткен жылы берген уәдем бар еді. Үстінен шықтыңыз. Әлбетте. Бронза медалын қолға кірттім. Ұлым айтқанда 2025 жылы маған жүда үлкен, жүда ауметлі болды деп ойлаймын. Табыслы жыл болды. Себебі бір жылда 2 халықаралық олимпиадаға қатынасып, 2 бронза медаль менен қайттым. Жүда жақсы.